Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге қыздарға диета арқылы қалай тез арықтауға болатын туралы айтамын. Каналым ұнаса тіркелуді ұмытпайық. Қыздар үшін артық салмақпен күресу оңайға түспейтіні белгілі. Егер арықтау үшін диета ұстауды көздесеңіз, келесі ережелерге құлақ түріңіз. Диета таңдаған кезде азық-түліктің қолжетімді болуына мән беріңіз. Диета ұстаған кезде жейтін тағамдарыңыз өзіңізге ұнауы тиіс. Егер дәмі ұнамайтын тағамдармен диета ұстасаңыз, өзіңізге 2 есе қиын соғуы мүмкін. Егер өзіңізге көздеген нәтижеге тезірек қол жеткізгіңіз келсе, мейлінше жылдам дайындалатын диетаны таңдаңыз. Өйткені тағам ұзақ дайындалған сайын сіздің тәбетіңіз де ашыла түседі. Тез арықтауға арналған 10 пайдалы диета. Голливудтық диета жұлдыздар арасында ерекше танымал. 2 аптаға созылатын диетада шамамен 7 келедей салмақ тастауға болады. Бұл диетаның басты ерекшелігі ас мәзірінен нанды мүлдем алып тастап, қант, тұз бен майдың көлемін қадағалауда. Орам жапырақ диетасы да өте пайдалы. 7 күннің ішінде 5 келі салмақ тастауға мүмкіндік береді. Мұндағы ас мәзірінде тағамдар өте дәмді, алайда бірде-бір тағамға май қосылмаған. Жапондық диета арқылы 2 аптаның ішінде 8 келі салмақ тастай аласыз. Бұл диетада қыл-теңіз тағамдары қолданылады. Сондай-ақ барлық дерлік тағамның тұзы жоқ. Бразилиялық диета арқылы 7 күннің ішінде 4 келі салмақ тастауға болады. Мұндағы диетаның негізі жеміс-жидектер мен көкөністер. Интервалды диета. Бұл диета 9 күнге созылады. Барлық 3 күн сайын 3 кезеңнен құралады. Мұндағы басты тағамдар күріш, картоп, көкөніс. Диета кезінде тек таза су ішуге кеңес береміз. Бұл диета сіздің 8-9 келі салмақ тастауыңызға көмектеседі. Әйтсе де денсаулығыңызға ерекше мән беруіңізді сұраймыз. Қара құмық диетасы 1 немесе 2 аптаға созылады. Бұл диетаны ұстаған кезде сіз 4-8 келі аралығында салмақ тастай аласыз. Алайда қара құмық диетасын ұстаған кезде мына нәрсені ұмытпаңыз. Қара құмықты қайнатып пісіруге болмайды. Тек қана ыстық су құйып 3-4 сағат буда ұстаған қарақұмықты ғана пайдаланыңыз. Тағы бір айтақ кетерлік, диета кезінде қара құмыққа қандай да бір қоспа қосуға болмайды. Сорпа диетасының түрі бар. Оның ішінде сорпа пюрені де пайдалануға болады. Бастысы бұл картоп пен немесе бұршақ сорпасы болмауы тиіс. Сондай-ақ сары май немесе арнайы қоспаларды нанды пайдалануға болмайды. Тұзды аз мөлшермен қоссаңыз болады. Диетаны 7 күн ұстап 4 келедей салмақтан арыла аласыз. Топ модельдер диетасы. 3 күнге созылатын бұл диета арқылы кейде 3, кейде 5 келі салмақ тастауға болады. Алайда бұл өте ауыр диета екенін ұмытпаңыз. Бұл диетаны ұстау арқылы сіз күні бойы 1 жұмыртқа мен 300 грамм сүзбе жейсіз. Кешкі астан мүлде бас тартып, тек су ғана ішесіз. Айран диетасы 7 күнге созылады. Бұл диета арқылы 4-5 келі артық салмақтан құтыла аласыз. Бұл диетаның басты құпиясы күніне 1,5 литр майсыз айран ішесіз. Жаңадан дайындалған шырын диетасы тез салмақ тастауға көмектеседі. Бірақ бұл диетаға шыдау қиындық тудыруы мүмкін. Апельсин, грейпфрут және лимон шырынын күніне 3 реттен ішесіз. Қалған уақытта тек сумен қоректенесіз. Бұл диетаны 3 күн ұстап 3 келедей салмақ тастауға мүмкіндік бар. Мыңдаған диета арасында тез арықтауға көмектесетін жылдам диеталар да бар. Әдетте олар 5 күнге созылады. Мұндай диеталарды ұстаған кезде кешкі асты мүлде ұмытып, тамақ көлемін азайтасыз. Кейде бір ғана тағам негізінде ұстайтын монодиеталар да болуы мүмкін. Мәселен, айран, шырын немесе жеміс-жидек негізінде ұстайтын диеталар. Экспресс диеталардағы ас мәзірі мынандай. Таңғы ас, тәттісі аз шәй, тауық жұмыртқасы. 12-ге дейінгі екінші таңғы ас,
айран мен майсыз сүзбе. Түскі ас: буда піскен балық, көкөністен жасалған лимон шырынымен араластырылған 150 грамм салат, жеміс-жидек. Кешкі ас: тәттісі аз шәй. Тез арықтауға арналған ең пайдалы диета. Модельдер қолданатын тез арықтауға арналған ең пайдалы диета көмірсусыз деп аталады. Бұл диетада ақуыздың көлемі де аз. Мұндағы ас мәзірі: таңғы ас: 30 грамм қатты сорт ірімшік, 1 тілім қара нан, тәттісі аз көк шәй. Түскі ас: бұқтырылған фасоль, 1 тілім қара нан, 200 грамм майсыз сүзбе, тәттісі аз шәй. Кешкі ас: буда бұқтырылған 100 грамм тауықтың төс еті, 1 қияр, 1 қызанақ, тәттісі аз көк шәй. Берілген ақпараттар пайдаңызға жарасын. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпайық.